қазақ елі және де әлеуметтік желі қолданушылары, баршаңызды тілдер мейрамымен шын жүректен құттықтаймыз. 5 қыркүйек, яғни ұлт жанашыры Ахмет Байтұрсынұлының туған күні Қазақстан халқы тілдері күні болып бекітілді. Соған орай, соның құрметіне Ахмет Байтұрсыновтың ұлағатты сөзін айта кетсем, өз тілімен сөйлескен, өз тілімен жазған жұрттың ұлттылығы еш уақытта адамы құрмай жоғалмайды. Ұлттың сақталуынан да жоғалуынан да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы, яғни оның тілі. Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады. Ендеше өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметтейік. Ғажайып кемел тіліміздің мәртебесі арта берсін. 20 ғасырдың басында қазақ халқы аса ірі қоғамдық саяси өзгерістермен қатар ауқымды рухани жаңғыруларды да бастан кешті. Ұлттық мәдениет пен әдебиеттің, білім мен ғылымның туын көтерген, жұртшылықтың санасына демократиялық ойлар сіңіріп, алға жетелеуге ұмтылған зиялы топ қалыптасты. Халықтың зердесіне сәуле түсіріп, санасын оятқан осы топтың рухани көсемі Ахмет Байтұрсынұлы еді. Қазақ әдебиеті мен әдебиеттану ғылымының тіл білімінің атасы, ұлы түрлендіруші, реформатор атанған ол, өзінің алдындағы Шоқан, Ыбырай, Абайлардың ағартушылық демократтық бағыттарын жалғастыра отырып, өз заманындағы тұтас бір зиялы қауымның төлбасы болды. Өмір жолы. Ахмет Байтұрсынұлы 1873 жылы 18 қаңтарда қазіргі Қостанай облысының Торғай өңіріндегі Сартүбек деген жерде дүниеге келеді. Әкесі Байтұрсын Шошақұлы намысқой, сергек, еті тірі адам болады. Сол себепті де Байтұрсын мен оның ағайындары патша үкіметінің өкілі уезд бастаған соққыға шығып түрмеге қамалады. Бұл оқиға 10 жасар Ахметтің санасына қатты әсер етеді. Мәселенің түп негізін толық ұқпағанымен ол өмірдегі әділетсіздік пен зорлық-зомбылықты, әлеуметтік теңсіздікті көзімен көріп, көңіліне ой ұялатады. Балалар, оқуға бар, жатпа қарап, жуынып киініңдер шапшаңырақ. Шақырды тауық мана әлде қашан, қарап тұр терезеден күн жылтырап. Шығармашылық мұрасы. Ірі қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынұлының артына аса мол әдеби, ғылыми еңбектер қалды. Ол өзінің заманында әрі ақын, әрі аудармашы, әрі ғалым ретінде танылды.